Құрметті облыс ұстаздары, құрметті біздің шәкірттеріміз, алдағы келе жатқан 2018-19 жаңа оқу жылымен баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Биылғы жаңа оқу жылында осыдан өткен жылы көшкен жаңартылған білім мазмұны жалғастырылатын болады. Жаңартылған білім мазмұнымен жұмыс жасап жатқан мұғалімдердің барлықтарының жалақысына үстемақы қосылған. Енді 1 қыркүйектен бастап өзінің біліктілігін дәлелдеген ұлттық біліктілік тесттен өткен мұғалімдерімізге санатына сәйкес тағы да жалақыларына қосымша үстемақы қосылатын болады. Биылғы жылдың ерекшелігі типтік оқу жоспарларына өзгерістер енгізілді. Әр мектеп өзі таңдай алатындай академиялық дербестік беріліп отыр. Сонымен қатар білім саласын цифрландыру бойынша информатика пәні 3-ші сыныптан бастап оқытылатын болады. Келесі жылы 1-ші, 2-ші сыныптар. Сонымен қатар облыста өлкетану кітабын жаңадан жазылып шықты. Оған өңірдің шығармашыл өкілдері, ғылыми шығармашыл өкілдері қатысты. Енді қазір кітап баспадан даярлауда. Бұл да біздің балаларымызға арналған оқулық болып отыр. Жаңа жылда барша ұстаздарға, барша оқушыларымызға табыс тілегіміз келеді. Осы жасалып жатқан жұмыстардың барлығы да балаларымыздың жан-жақты тәрбие алуына, жан-жақты білім алуына бағытталды. Білімді шәкірттеріміз көп болсын, білім сапасы жоғары болсын, барлықтарыңыз еңбектеріңіз табысты болсын.